Сәлем достар, бүгін біз Pindodo сайтын жүктеуді және тіркелуді үйренеміз. Ең алдымен Google-ға кіріп Pindodo официальный сайт деп жазамыз. Жазғаннан кейін осы бірінші тұрған сайтқа кіреміз. Кіргеннен кейін осы жердегі кнопканы басамыз. Басқан соң бізде осындай бет ашылады. Төменде тұрған сарыны басамыз. Осы жерден да деген басамыз. Енді күте тұрамыз. Міне мына жерде бізде жүктеліп жатыр. Енді осыны басып установить етеміз. Открыть дегенді басамыз. Бізде осындай шығады. Бұны қайтадан шығамыз. Барлығынан шығып кетеміз. Енді қайтадан кіреміз Pindodo'ға. Осы төменде тұрған көкті басамыз. Мына жерден қазір елді таңдаймыз. Мына жерде бірінші тұрған емес, екінші тұрған жетіні басамыз. Қазір мен көрсететін болам, осыны басамыз. Мына жерге номерлеріңізді жазасыздар. Енді бізге SMS код келеді. Маған келді, осылай мына жерге енгіземіз енді SMS кодты. Бұл жерден шығып кетеміз. Сіз осылай сәтті тіркелдіңіз. Енді мына жерде төменде тұрған кнопканы басамыз. Міне мынау сіздің тіркелген номеріңіз. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз Pindodo сайтына карта тіркеуді үйренетін боламыз. Ең алдымен осы басты беттен төменгі жақтағы шеткі бөлімге өтеміз. Бізде осындай бет ашылады. Осы жерден қара жазу тұр. Мына жерде осыны басамыз. Басқан соң осы беттен үшінші тұрған қараға өтеміз тағы да. Сосын бізде осындай бет ашылады. Осы жерден қызыл плюс батырмасын басамыз. Және төмен қарай түсіп, мына жерге ұстап жүрген картаңыздың 16 санын жазасыз. Сосын әрі қарай қызыл батырманы басамыз. Басқан соң сізде осы бетті толығымен толтырып шығу керек болады. Ең басты мына жерге бірінші аты жөніңізді жазасыз, картадағыдай.
келесі картаңыз қай жылға дейін жарамды, соны жазасыз. Бірінші жылы мына жерде, екінші айы. Сосын ең соңына картаңыздың артында тұрған 3 санды жазатын боласыз. Міне сіз осылай сәтті картаңызды тіркейсіз. Сізде осылай картаңыз сәтті тіркелген болып шығады. Мына жерде картаңыздың соңғы 4 саны көрсетіліп тұрады. Сәлем достар, бүгін сіздерге Pinduoduo сайтына адрес тіркеуді көрсететін боламын. Ең алдымен осы Pinduoduo сайтына кіреміз. Кірген соң басты беттен төменгі жағында тұрған қара смайликті басамыз. Басқан соң сізде осындай бет ашылады. Осы жерден номеріңіз тұр, жоғарғы жағында номердің астындағы геолокация бөліміне өтеміз. Өткеннен кейін сізде осындай 2 қызыл жазу тұрады. Адресіңізді еңгізесіз, немесе мынау тағы қытайша жазылған жазу шығады. Бірінші, егер сіз почтамен затыңызды алдыратын болсаңыз, осы жерді толығымен толтырып шығасыз. Аты жөніңізді жазасыз, телефон номеріңізді, қалаңызды қай жерде екенін, өзіңіз туралы көшенің атын барлығын толығымен толтырасыз, және өзіңізге жақын почтаның индексін жазып толтыратын боласыз. Соңында сохранить батырмасын басып толтырамыз осылай. Келесі мынаны басамыз. Басқаннан кейін, егер сіз затыңызды каргомен алдыратын болсаңыз, өзіңіздің қалаңыздағы карголардан код аласыз. Сөйтіп осы жерді толығымен толтырып шығасыз. Өздері код береді. Мен мысалға Тараз қаласында тұратын болғандықтан, Тараздағы ең жақсы карго Айша карго. 6-12 күнде келеді заттарыңыз. Және тариф небәрі $4-3 ең арзан Тараз қаласындағы ең жақсы карго. Егер Тараз қаласында тұратын болсаңыз, Айша каргоға тіркеліп алуға кеңес берем. Сосын мына жерлерді толтырамыз. Мысалға мен мына жерден Қытайдағы каргоның адресін жазамын. Осылай басып. Мына жерге Қытайдағы каргоның адресі тағы да. Осылай толығымен толтырып шығасыз. Сосын ең соңында толтырып болғаннан кейін, қызыл батырманы басатын боласыз. Сіз осылай сәтті тіркелесіз каргоға. Сәлем достар, бүгін Pinduoduo сайтынан кез келген товарды өзінің бағасынан арзанырақ алуды көрсететін боламын. Ең алдымен кез келген затқа кіреміз. Мысалға мен мына сумкаға кіремін. Осы жерден осы затқа жүрекше қоямыз осылай. Қойған соң осы жүрекше қойған жерімізден тауып аламыз осы товарымызды. Міне мен осы затқа жүрекше қойдым. Осының оң жағында тұрған 3 кнопканы басамыз. Осы жерден ортасындағы, яғни екінші тұрған жерді басамыз. Осы жерді басқан кезде сізде осыған ұқсас заттардың басқа магазиндегі арзанырақ түрлерін көрсетеді. Осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге Pinduoduo сайтынан тікелей заводтардан заказ беріп үйрететін боламын. Ең алдымен осы басты беттен 9-9 деген жерді басамыз. Басқан соң сізде осындай бет ашылады. Осы жерден жоғарғы жағынан Г секілді әріпті басамыз. Осы жердегі барлық заттарды сіз завод фабрикалардан алатын боласыз. Ешқандай посредниксіз, өте арзан, төмен бағадан аласыз. Осы секілді пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сәлем достар, бүгін сіздерге Pinduoduo сайты туралы толық түсіндіре кететін боламын. Міне сайтқа кіреміз. Кірген соң бізде осындай заттар тұрады. Сіздерге қандай поставщиктерден зат алған жақсы, адресті қалай тіркейді, скидка қалай болады, соның барлығын толық түсіндіретін боламын. Ең алдымен осы сайтқа Pinduoduo сайтына кіреміз. Жоғарғы төменгі жағындағы осы басты бет, төменгі жағынан былай көрсек болады. Теледидардың суреттер төменгі жағында. Бұны бассаңыз,
没问题的啊，没问题的。想要什么颜色跟小车说啊，鹿皮的啊，这客服私信客服的，这儿有一副帽的，行，私信客服的。2033巴黎世家的，上800单，对的。哼，你来我直播间，我跟你讲，你再能说话不腰疼的姐姐，你看热到不行，诗情大雅，没有多睡。 сатып тұрады заттарды көрсетіп мына бетте бұл жерден таңдайсыз мына бетте қазақшаға скриншоттап қазақшаға аударып алсаңыз болады былай көріп отырсыз мына жерде әртүрлі киімдер аяқ киімдер үстіге киетін киімдер осылай тұрады шапкалар ыдыстар деп барлығын бөліп қойған мынау сообщение кәдімгі сіздің заттарыңыз қай жерге келді соның барлығын келіп тұрады осы жерге ал мынау жоғары жағындағы төменгі жағындағы бұл бет сізде негізгі бет болды мынау ең жоғарғысын бассаңыз мынау номер тұр 774 деп бұл жерде сіздің тіркелген номеріңіз тіркелу туралы ал мына жердегі картаны бассаңыз сізде осындай жеңілдіктер туралы көрсетіліп тұрады мынау жүрекше тұр ғой осы жүрекшені бассаңыз сіз мысалы қандай да бір затты мысалға мен мына киімді ұнатты осы киімді корзинкаға сақтау үшін ол жоғары жағындағы жүрекше батырма тұр осыны басып қойсаңыз сізде бұл корзинкада сақталады сосын көптеген заттарды жинап корзинкаға бірге заказ беруге болады мысалға осы шалбарды ұнатайын міне жүрекше қойып қойдым бұған осылай жүрекше қойып қоямыз мына кітапқа да жүрекше қойып қояйын мен жүрекше қойып жатырмын тағы да бізде мынаған жүрекше қояйын осы затқа да енді қараймыз мына жерде кішкене жүрекше тұр ғой осының ішін қараса көрсек мына жүрекше қойған заттарымыз осы жерге келіп жиналады енді біз бұл жерден мысалға осы кнопканы бассаңыз мына жер толығымен қазақша скриншоттап қазақшаға аударып алсаңыз болады мына жерде 50 және 8-де бір ені ұзындығы жазылып тұрады 2-де 87 юан осылай бағалар әртүрлі жазылып тұрады мынау елкамен 2 бұғымен бірге бағасы 20-да 4 юан деп көрсетіліп тұрады мысалға мынаны басамыз басқан кезде сіз біреуін таңдайды сізге осыны таңдадық және маған осы магазиннен тағы да бір затты таңдау керек болған жағдайда астында плюс батырмасы тұр ғой мына 120 плюс 38 сантиметр дегеннің астында осы плюс батырмасын басқан кезде тағы да бір қосып зат алсаңыз болады мысалға осыны таңдаймын осы қызыл елканы төменгі жағындағы қызыл батырманы басам сол кезде маған осы 2 зат келетін болады бұл көп жағдайда киім алғанда немесе шалбар сондай тағы басқа заттар алған кезде керек болады мысалға мына балалардың шалбары 2 данасын осыны белгілеймін белгілеген соң осы жерден бізге таңда дейді қандай түсін таңдайсыз мысалға мына түсінен размерін 110 қылып таңдайын төменгі жағында қызыл батырманы басамыз басқан соң мен осы магазиннен тағы да зат алғым келеді тағы осы жерден төменгі жағынан плюс батырмасын басамыз басқан соң осы жерден түсін таңдаймыз киімнің бірінші мысалға S бізге 2 штук келеді 2 штук 110 размерден 28-де 94 юан болады мынау төменгі жағындағы қызыл батырманы басамыз міне бізде осы магазиннен бізге 4 шалбар келеді барлығы 57-88 юан болады осылай көрсетіп тұрады бағасын енді юанды теңгеге айналдырып көреміз қанша болғанын мысалға 2-4 жыл 57-88 дейміз 57-88 4168 бізде осы 4 шалбар 4168 теңгеге келіп тұр осылай заттарды қарап алатын боласыз мынау тағы да жүрекше үстінен осы кнопканы бассаңыз бұл жерде сіздің карта тіркеу басасыз бұл жерді басқан кезде
сізде Pinduoduo'да покупка жасалған, яғни қай кезде қанша теңге жаратылды, қанша теңгеге зат алдыңыз, соны көрсетіп тұратын болады. Мынау мысалға менің алған заттарым, бағалар осы жерде көрсетіліп тұрады. Мынаны бассаңыз, бұл жерде карта тіркеу, плюс батырмасы тұр ғой, төменгі жағындағы. Осыны бассаңыз, плюс батырмасын басамыз. Басқан соң осы жерге карта тіркейтін боламыз. Мына жерге картаңыздың номерін жазасыз. Картаның алдындағы 8 сан, 16 сандық номерді жазасыз, немесе сканерді бассаңыз, камераның суретін бассаңыз, камераның суретін басып, картаңызды көрсетіп камераға, сосын осы жерге номері түсетін болады. Ары қарай мына плюс батырмасын басқаннан кейін сізден артындағы 3 сан, яғни код бар ғой, 3 код. 3 сандық код, соны тіркейтін боласыз. Осылай осы жерден карта тіркейміз. Енді бізде келесі. Егер сіз қандай да бір заттарға заказ берсеңіз, мына жерде сағат тұр ғой. Осы сағат, осы жерде заттарыңыз тұрады. Қай жерге келді, қай жерге жетті, соны көрсетіп. Ал мынау автокөлік тұрған, грузовик тұр ғой. Осы сіздің заттарыңыздың тағы да бұл да қай жерге келгенін көрсетіп тұрады. Және де енді сіздерге зат таңдауды көрсетейін. Қандай магазиндерден зат алған жақсы, соны көрсететін болайын. Ең алдымен басты бетке өтеміз. Өткен кезде мысалға магазиннің түрлері көп болады. Мынау бұл қара батырма, қара тұр ғой жерде жазылып 4 бұрышта қытайша. Бұл дегеніміз Қытайдың бренд киімдері, яғни Қытайдың ішіндегі бренд киімдер, Қытайда жасалған бренд киімдерді өстіп көрсетіліп қояды қарамен. Анау қызыл тұр ғой қасында, бұл қызыл сенімді магазин деген болады. Және бұл магазинге төменгі жағында үйшік тұр ғой, осыны бассаңыз, осы жерден магазин 140 мың сауда жасалған екен. Және осылай қанша адам алған, барлығын көрсетіп тұрады мынау жоғарғы жағында. Бұл жақсы магазин, бұл магазиннен зат алсаңыз болады. Және мынау 12-12 деп тұр. Қазір Қытай сайтында, осы Pinduoduo'да скидка болып жатыр, 12-12 деген. Міне 12-12-ні бассаңыз, осы магазинде мынау футболканы бұрын 89 юан болған, қазір 19-да 8 юанға сатып жатыр. Осындай жеңілдіктерді пайдаланып заказ беріп қалған өте тиімді болады. Және мысалға сіз егер мына шалбарға кіріп көрсетейін, осыған заказ беретін болсаңыз, размерін төменгі жағында жазып қояды, размерлерін көрсетіп, қандай матадан жасалған, барлығын көрсеңіз болады. Міне мынандай матадан жасалған. Мына жерде скриншоттап қазақшаға аударып алсаңыз болады. Материал осындай деп қойған. Міне L осындай размерлерін осы жерде көрсетіліп қойды. Мынау размерлері, мынау сантиметрлер, мынау төменгі жағына тұр ғой. Мына жерде 160-165. Мынау бойы деген, салмағы деген. Қытайда салмақты мысалға 80-100 деп тұр. Яғни бұл 40-50 килограммдық адамдарға келеді деген. L деген бойы 165-170 сантиметрлік адамдарға, және салмағы 100-ді 2-ке бөлеміз, 50-60 килограммдық адамдарға. Осы жерден көріп барып аласыз. Қандай да бір киімді заказ бермес бұрын ең алдымен осы жерлерін төменге түсіп қарап алғаныңыз абзалырақ болады. Осы жерлерді ерінбей қазақшаға аударып алыңыз. Минус 30 градусқа дейін сақтайды деген. Жылуын осылай көрсетіп қояды заттарды. Міне бұл осындай скидка болып жатыр қазір сайтта. Көп деген шалбарлар. Міне енді келесі бізде мына жерде сағат тұр ғой. Осы сағатты басатын болсаңыз, бұл жерде уақытша скидкалар, жеңілдіктер, яғни мысалға сағат 6-дан 8-ге дейін, немесе таңертең сағат 9-дан түнгі 10-ға дейін деген сияқты заттардың таусылғанына байланысты
жеңілдіктер жүріп жатады. Мысалға, осы екі көк шалбар 11-де 7 юан, 2 штук 11-де 7 юан, 32-де 9 деген сияқты. Бұл жерде көбіне сіздің ұнатқан заттарыңызды осы жерде тұратын болады. Мысалға, мен мына затты ұнататын болсам, бұл жеңілдік жүріп жатса, бұған осы сағат тұр ғой, уақыт аралығында осы жерге келіп түсетін болады. Міне осы заттардың барлығына жеңілдік жүріп жатыр. Енді жоғарғы жағын қарасаңыз, сағат тұр ғой, осыны бассаңыз, бұл жерде де жеңілдіктер. Келесі жоғары жағындағы нәскелер немесе тағы басқа заттарды өстіп балалар киімі деп бөліп көрсетіп қоятын болады. 12 Adidas дегенді бассаңыз, X батырмасын баса саламыз. Бұл жерде де заттарды көрсетіп қойған. Қандай зат? Бұл жерде көбінесе мысалға міне жақсы заттар, оригинал заттар, мыналардың барлығын сенімді түрде заказ берсеңіз болады, өйткені бұлар сенімді дүкендер. Қазір осы Pinduoduo сайтында көптеген сатушылар бар, әртүрлі болады заттар, сондықтан дұрыстап, қарап, асықпай алғаныңыз жақсы болады. Мысалға, мен осы футболканы көреміз, төменгі жағына 2350 адам заказ берген. Рейтинг бойынша бұл бізде көрсетілмей тұр екен. Енді осы затты, осы футболканы басқан кезде үстінен басып тұрасыз 1-2 секундтай. Сосын сізге осылай көрсететін болады. Мынау іздеу деген тұр ғой, осы жерді бассаңыз, осы киімнің басқа дүкендерде қандай түрлері бар екенін көрсетіп тұрады. Розетка қоятын ғой, 13. Bu жаңағы қоятын екен. Саған болады, сақ olsun. Koyup tasarlıyorsun. Триковый. Триковый шалбар. Sana şalvar. Şu papağanın şalvarı. Papağanın şalvarı. Ne kardeşim? Korkma. Ne жоқ bunun içinde giyeyim ben. Nereye dursun? Nereye mi? Kaç. Sen koş balıktan bana. Ne görüyorsun? Sosan çıktı. Ne oldu senin? Sosan çıktı giymedin mi? Hala sana giymedin mi? Tabii. Bu değil. O? Bakın. Ye? Ne oldu sosan çıktı? Burada sosan çıktı kaldı. Nasıl sosan çıktı kara? En sevdiğim şey. Vay ne okuştu ki bakayım. Ya. Сәлем достар. Қазіргі таңда Қытай сайттары бізге көптеген мүмкіндіктер беріп жатыр. Соның ішіндегі қазіргі таңда хит болып жатқан сайттың бірі WeChat. Сіз осы WeChat арқылы кез келген затты Қытайға бармай-ақ төмен бағада және оригинал заттарды аласыз. Мен сіздерге осы WeChat'ты OTIDO түсіндіріп өтетін боламын. Және менің каналыма қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер. Ең алдымен WeChat'қа жүктеп аламыз телефонымызға.
сізде App Store'ға немесе егер Samsung болса Play Market'тен жүктейсіз. Кіреміз, осылай кіргеннен кейін жазамыз WeChat деп. Төменде тұрған екіншісі осы жасыл. Осыны жүктейміз телефонымызға. Жүктелгенін күтетін боламыз. Достар, егер сіздердің сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Жүктелген толығымен күтеміз. Енді жүктелген соң осыны ашамыз. Бізде осындай бет ашылады. Осы жерден разрешить етеміз. Келесі регистрация жасаймыз. Біріншісін басамыз. Осы жерді толығымен толтыратын боласыз. Мына жерге атыңызды толығымен жазасыз. Ағылшынша жазсаңыз болады. Және регионға Қазақстанды таңдаймыз. Мына жерге номерімізді жазамыз. Және паролімізді жазатын боламыз. Ең соңынан осыларды толтырып болғаннан кейін мына жерге галочканы басамыз. Мысалға мен мына жерге жазамын аты жөнімді. Регион, мына жерге телефон номеріңіз. Осы жерге пароль қоямыз. Бұл парольді ұмытып қалмайтындай пароль қойыңыздар. Ең соңында осы жерден жасыл галочканы басып, ары қарай деген кнопканы басамыз, батырманы. Бізде тағы да осындай бет ашылады. Осы жерді толығымен оқып шықсаңыз болады. Оқып шыққаннан кейін я прочитала дегенді басамыз, и далее дегенді басамыз. Бізде осылай загрузка жүреді. Енді проверка безопасностьтен өтеміз. Начать дегенді басамыз. Мына жерде әріптерді орнауы керек. X, R, H. Окей дейміз. Өттік. Осы жерден сіздерге осындай 3 жазу шығады. 3 қатар, яғни ең төменгісін басамыз. Бұл кірудің, WeChatқа тіркелудің ең оңай жолы. Осы жерді толтырамыз.
Осы жерден осындайларды басамыз. Одан кейін бізде осындай белгі шығады. Ары қарай далее дегенді басамыз. Тағы да келісеміз. Готово дегенді басамыз. Соңында осылардың барлығына жасыл галочкаларды қойып шығамыз. Сосын тағы да готованы басамыз. Мына жерден басамыз. Достар, міне осылай сіздер сәтті тіркелесіздер WeChatқа. Достар, сіздерге WeChat'тағы саудагерлердің ID номерлері керек болса, комментарийға WeChat ID деп жазыңыздар. Мен сіздерге көптеген саудагерлердің ID номерлерін беретін боламын. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Келесі видеода WeChat туралы толық айтатын боламын. Қытай сайты Taobao туралы толық айтатын боламын. Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге Қытай сайты Taobao туралы толық айтатын боламын. Ең бірінші осы сайтқа тоқтала кетсек, бұл сайт Қытай сайттарының бірі, Қытайдағы танымал сайттар. Бұл сайттан көптеген заттарды бір штуктап немесе көптеген штуктап алсаңыз болады. Және бұл сайтта заттардың түп нұсқасы, яғни Қытайда жасалған түп нұсқа заттарды сатады. Сонымен қатар бұл сайт AliExpress'тен де арзан, өте жақсы сайт. Енді бұл сайтқа тіркелуді көрсетейін. Apple Store'дан немесе Play Market'тен жүктеп аласыз. Мысалға міне App Store'ға кіреміз. Мына жерге жазамыз Taobao деп. Мына жерде тұр Shopping Taobao деп. Осы сайтты жүктеп аласыздар. Мен жүктеп қойдым, енді ашамын. Сайтты ашқаннан кейін осы жерде осындай белгі шығады. Мынаны жоғарысындағын басамыз. Разрешить етеміз. Мынаны тағы да басамыз. Разрешить етеміз. Разрешить вставку дегенді басамыз. Енді төменгі жағында тіркелу деп тұрады. Енді осыны басқаннан кейін сіздер осындай бетке алып барады сіздерді. Достар, енді осы сайттың төменгі жағында мынау личный кабинет деп тұрады. Осыны басамыз. Басқан соң сізден осындай бет шығады. Мынаны басамыз, осы кнопканы. Және егер сізде Alipay болса, менің каналымда Alipay туралы толық түсірген видеом бар. Alipay'ге тіркеліп, содан соң осы Alipay деген таңдасаңыз, тез кіруге болады. Міне Alipay'ді басамыз. Міне согласен деген батырманы басамыз осы жерден. Басқаннан кейін сіздер осылай тіркелесіздер. Міне тіркеліп тұрсыздар. Оңай тіркелудің жолы бұл. Осылай сәтті тіркелесіз. Достар, енді сіздерге осы Taobao сайтына адрес тіркеуді көрсететін боламын. Ең алдымен осы Taobao сайты төменгі жағында бізде басты бет. Осы жерден өзіңіздің кабинетіңізге өтесіз. Төменгі жағындағы, оң жағындағы батырма. Енді осы жерден жоғарғы жағында настройка батырмасы тұрады. Соны басамыз. Басқан соң бізде осылай екінші қытайша жазылған жазу тұрады. Соны басасыз. Басқаннан кейін осы жерге адрес тіркеуді көрсетеді деп тұрады. Осыны басамыз. Енді разрешить вставку дегенді басамыз. Мынаны басамыз. Енді осы жерден жоғарғы жағында плюс птичканы басамыз. Птичкаға тұрады. Енді төменгі жағында бізде мынандай батырма тұрады. Үй, офис, тағы басқа жерлер деп. Екіншісін басамыз. Міне бұл бізде офис деген мағынаны білдіреді. Осыны толығымен толтырып шықтық. Енді басамыз. бір номері дұрыс. Осы жерде каргоңыздың адресін тіркеген кезде сізге адрес берген, яғни каргоның адресін берген адамға осы жерді тексертіп алыңыз. Тексертіп дұрыстығына көз жеткізіңіз. Егер дұрыс толтырмаған жағдайда сіздің затыңыз басқа жерге кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан осы жерге мұқият болыңыздар.
ең соңында барлығы дұрыс болған жағдайда, осы жер дұрыс болған жағдайда төменгі жағында қызғылт сары батырманы басатын боламыз. Міне осылай сізде адрес сәтті тіркелген болады. Міндетті түрде тексертіп алыңыз. Егер дұрыс болмаған жағдайда мына жерде ручка мен қағаздың суреті көрсетіліп тұр ғой, соны басып дұрыстай бересіз осы жерден. Енді Taobao сайтынан қандай да бір затты сатып алуды көрсететін боламын. Сіздер заттарға заказ бергенде, мысалға, бұл да Pinduoduo сайт сияқты жоғарғы жақтан жазып іздеуге болады, немесе осы камераның суретімен камераны қосып та іздеуге болады. Мысалға, мына жерде баса салайын. Басқан кезде бізге осындай киімдер көрсетіліп тұрады. 129,98 юан деп. Мысалға, мынаған кірейін 98 юан деп тұрғанға. Енді осы жерден қарайсыз. Бұл зат қаншасы өткен, қандай магазин, мынау қызыл батырманы бастаңыз, осы магазиннің ішіне алып келеді. Қандай заттар сатып атқан, міне осылай көрсеңіз болады. Мына жақтан көрсетейін сіздерге түсінікті болу үшін. Осы басты бет, жоғарғы жақтан іздейсіз, суретпен іздейсіз. Сонымен қатар магазиндерде көресіз магазиндерді. Міне мысалға, мына аяқ киімға кірейік. Бұл аяқ киім бізде 528 юан дейді. Жарайды, басқасын көрсетейін енді. Мысалға, двойка 49 юан деп тұр. Бұл осы Қытайдың бренд киімдері. Мынау қызыл тор ғой, қатты қою қызыл жазылып. Бұл жерде бұл осындай Қытайдың сондай сенімді магазиндерінің бірі. Осы Taobao'дағы 200 мыңнан астам адамдар алған. Жақсы отзывтар жазған, 98-де 5 деген, бұл өте жақсы деген. Мынау төменгі жағындағы үйшік батырмасы тұр. Осы үйшік батырмасын кіріс бассаңыз, осы магазиннің заттарын көрсетеді сізге, қандай товарлар бар екенін. Енді төмен қарай, осы заттың астына төмен қарай түсе берсеңіз, қазір түсе бересіз. Осы жерде размерлерін көрсетіп қойады. Мысалға, S деген, мынау S 64, 40, 94, 45 деген осы жерді көрсетіліп тұрады. Белі, мысалға, тали, яғни бел айналымы 64 және тағы басқаларын осылай көрсетіп қояды. Қандай адамдарға келетін размеріңізді осы жерден қарап таңдап аласыз. Егер бұл жерде түсінбей жатсаңыз, скриншоттап қазақ тіліне, немесе орыс тіліне аударып алсаңыз болады. Осы жерден көресіз. Егер живой суреттерін көргіңіз келсе, осының мына жерде картинка деген батырма шығады. Осылай жазған адамдар, сатып алған адамдар. Осы жерді оқып шықсаңыз болады, толығымен көріп. Енді сатып алатын кезде былай басасыз. Қызыл батырманы бастаңыз, оң жағындағы. Неше штук таңдайсыз, осы киімнен біреу немесе екеу, плюс батырмасын басасыз, екеу деп таңдасаңыз. Мысалға, бұл бізде 59,9 юан болып тұр. 59,9 юан деп көрсетіліп тұр. Оплатаны сіз мысалға Alipayмен немесе өзіңіздің картаңызбен төлесеңіз болады. Мысалға Alipayдің батырмасын басасыз, және төменгі жағындағы тағы бір қызғылт сары батырманы басамыз. Егер Alipayіңіздің ішінде ақша толтырылған болса, осы жерге кодты жазасыз, Alipayге енгізген 6 сандық. Содан соң сізден төлем алынып болғаннан кейін сіз заказ бересіз. Заказыңыз 1-2 күннің ішінде каргоға барады. Осылай заказ беретін боласыз. Және өзіңізге ұнаған заттарды
осы киімнің жоғарғы жағында корзина батырмасы тұр. Соған сақтап қойсаңыз болады. Мына жақтан көптеген киімдерді көрсеңіз болады. Осы жерде сіздер заттарға заказ бергенде жеңіл заттар заказ беруге тырысыңыздар, өйткені ауыр заттар заказ берсеңіз салмағымен Қазақстандағы бағасы шығып кетеді. Сондықтан киімдер заказ беріңіз, үйге киетін немесе басқа да өзіңізге керекті заттарды заказ берсеңіз болады. Міндетті түрде осылай киімдерді қарағанда отзывтарын оқып, қандай дүкен екенін қарап, барлығына қарап отырыңыздар. Достар, енді осы Taobao сайтына толық обзор жасайын. Бұл басқа Қытайдың сайттары секілді. Мына жерде жоғарғы жағынан жазып іздейсіз бірдеңелерді, немесе суретпен іздесеңіз болады. Мынау сізде басты бет, бұл сізге ұсынып тұрған тауарлар. Осы беттен екінші өтсеңіз былай қарай. Бұл жерде жеңілдікпен сататын заттар, мысалға мынау киім, мына жердегі сұр екінші тұрған, бұл бұрын 158 юан болған, қазір 69,8 юан. Мына көйлек ақ төменгі жағы, бұл бұрын 99 болған, қазір 96 юан. Солай осы жерде жеңілдікпен киімдер. Келесі біз мына жоғарғы жағынан өтіп қарайтын болсақ, мына жерден іздеп қарайсыз. Бұл жерден іздегенде бірінші көптеген заттарды бөліп көрсетіп қойған, киімдер немесе карандаштар. Екінші бөлімде киімдер, әйелдердің аяқ киімі, балалар киімдері деп осылай толығымен көрсетіліп тұрады. Мына жерде сообщение, мына жерде корзина, яғни сіз қандай да бір затты ұнатсаңыз, осы жерден корзина батырмасын басасыз. Жұлдызшаны бассаңыз, бұл сізде алатын төменгі жағында жұлдызша тұр. Осыны басып қойсаңыз, бұл сізде корзинаға сақталатын болады. Осылай заттардың барлығын жинап, корзинаға сақтап, төменгі жағында жұлдызша батырмасы тұр. Осы жұлдызша батырмасын басып, корзинаға заттарды сақтайтын боласыз. Мына жерде осы заттар, бұл Taobao сайты басқа Қытайдың сайттары секілді. Мысалға, мына киімнің қызыл жанып тұр ғой, осы жерде қытайдық бренд киімдер, яғни сенімді дүкендер, сондай болады. Жасыл жанса, бұл да сенімді 99 юандағы заттар, скидкамен болып жатқан деген секілді. Ал мынау төменге өтсек, төменгі жағындағы, оң жағындағы батырма, ең шеттегі өз бет, яғни жеке парақшаңыз. Мынау сіздің бұл жерден настройкасы, бұл жерден керек заттарыңызды скриншот жасап, немесе скриншот жасап қазақ тіліне аударып алсаңыз болады, немесе орыс тіліне, өзіңізге ыңғайлы тілге аударып алсаңыз болады. Мынау жұлдыз қойған, сіздің жаңағы ұнатқан заттарыңыз, осыларды 5-6 зат немесе 3-4 затты бірге сатып алсаңыз болады. Мынау деген бұл өзі келісім шарт жасайтын заттар. Мынау жұлдыз, мына жерде осындай сіз сатып алған заттарыңыз осы жерге шығып тұрады, қай жерге келгені. Грузовик заттарыңыздың сол қай жерге келгенін көрсетіліп тұрады. Сосын мына жерде сізде затыңыз қолыңызға тигеннен кейін заттың қалай болып келген туралы отзыв жазсаңыз болады. Міне Taobao сайты осындай сайт, басқа Қытай сайттарына ұқсайды. Осы Қытай сайтын үйреніп алғаннан кейін міндетті түрде заказ беріп көріңіз. Ұмытып қалмас үшін. Taobao сайты осындай, өте жеңіл. Егер менің видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жаза беріңіздер. Сәлем достар, бүгін менің каналымнан интернет-магазин Wildberries-тан заказ беріп үйренетін боламыз. Ең алдымен Google Play-дан немесе App Store-дан Wildberries-ті жүктеп аламыз. Жүктеген соң ішіне кіреміз. Кіргеннен кейін мына жерде өзіңіздің еліңізді таңдайсыз. Мысалы, Қазақстан. Сізде осындай бет ашылады. Өтеміз осылай.
Келесі таңдаймыз. Мына жерден қалаңызды таңдайсыз. Сіз қай қаладан, сіз сол қаланы мына жерден таңдап аламыз. Мысалға мен Тараз деп таңдаймын. Қазір ашылады. Сізге осы жерден жақын адресті таңдайтын боласыз. Сохранить етеміз. Бізде осындай бет ашылады. Бет ашылғаннан кейін біз Wildberries'қа тіркелеміз. Тіркелу үшін мына жердегі кнопканы басамыз. Сосын осыны басамыз. Тіркелеміз. Мына жерге номерлеріңізді жазасыздар. Қолданыста жүрген номерлеріңізді. Осы жерді толтырып алатын боламыз. Мына жерге код келеді, сол кодты енгізетін боламыз. Сіз осылай сәтті тіркелген боласыз. Енді біз қалаған затымызды заказ беріп үйренетін боламыз. Ол үшін алғыңыз келетін затқа кіресіз. Мысалға мен мына масканы алғым келеді. Осыған кіреміз. Кіргеннен кейін картинкаға саламыз, немесе сразу сатып алуға болады осы жерден. Осыны басамыз. Басқаннан кейін сізде как оплатить заказ деп тұрады. Сразу или при получении деген бар. Осы екеуін таңдайсыз. Мен мысалға осыны таңдаймын. Сосын заказать етеміз. Болды, осымен сізде заказ. Сәлем достар, iHerb-тан қалай оңай әрі қауіпсіз тапсырыс беруге болатынын толық көрсетемін. Видеоны соңына дейін көр. Соңында бонус лайфхак бар. Ең алдымен Play Marketке немесе App Store'ға кіріп, iHerb деп жазамыз. Жазған соң осы жүктеп аламыз. Жүктелгеннен кейін ашамыз. Бұл бізде басты бет. Егер аккаунтыңыз болмаса, төменгі жағындағы аккаунт деген бөлімге өтіп, тіркеліп аламыз. Осы жерге телефон номерлеріңізді немесе емайлды жазып тіркесеңіздер болады. Енді осы жерге код жазатын боламыз. Осы жерге кодты енгіземіз. Осыны басамыз. Енді келесі батырманы басатын боламыз. Енді осылай тіркелген боламыз. Келесі өзіңізге керекті дәрумендерді іздейтін боласыз. Осы жерден валютаны таңдап кетсеңіз болады.
мысалға валюта доллар емес, мына жерде теңгемен қойсаңыздар сохранить етесіздер, тілді де ауыстырсаңыздар болады. Мына жерге ағылшынша немесе басқа да тілдерді, бірақ бізге қазір орыс тілі ыңғайлы, страна Қазақстан деген болып тұрады. Енді сохранить етсек, мына жерде бізге дәрумендердің бағасын, тағы басқа керекті заттардың бағасын теңгемен шығарып тұрады. Мысалы, мынау йод 4000 теңге деген секілді. Добавить корзину деген батырманы бассақ, бұл бізде корзинкаға сақталады. Енді келесі керек дәрумендеріңізді жоғарыдан іздеп көрсеңіз болады. Осылай себетке саламыз керек заттарымызды. Анау төменде каталог деген бөлімге өтсеңіздер, бүгін осы iHerb сайтында көп сатылған заттар тізімі шығарып тұрады. Дәрумендерден, мына жақта пищевые добавки дегендерден, красота, тағы басқа бөлімдерді осы жерден қарап шықсаңыздар болады. Енді заказ беріп көрсетейін. Мысалға, мынанда корзинаға сақтап қойып, төменгі жағынан добавить корзину деген батырманы басамыз. Бізде осы жерде көрсетіп тұр. Қазір тағы көрсетемін. Добавить корзину деген батырманы басамыз. Енді корзина бөліміне өтеміз. Енді осы жерде керек дәрумендерді, жаңағы өзіңізге керек заттарды таңдағаннан кейін төменде промокод деген бөлім тұрады. Осы жерге промокод енгізсеңіз, скидка жүреді. Осы жерге мұқият болыңыздар. Егер промокод енгізбесеңіздер, сіздерге жеңілдік жасамайды. Мына жерден аккаунт деген бөлімге кіреміз. Төменгі скидка и акция деген бөлімге өтсеңіздер, мына жерде промокодтарды көріп енгіземіз. Қазір сіз егер ең бірінші рет осы сайт бойынша заказ берсеңіз, сізге 20% жеңілдік жасайтын болады. Енді осы жерде мына кодты копировать ете аламыз. Неу 20 дегенді алып корзинаға барып қойсаңыздар, сіздерге бірінші заказға 20% скидка болады. Міне шығарып тұр. Неу 20 мен 36 мыңның затын 29 мыңға аламын. Енді оформить етеміз. Осы жерден мекен жайды толтырып шықсаңыздар болады. Енді осы жерден тұратын қалаңызда жазасын. Мысалға мен Тараз деймін. Астында осы жерден көрсетіп тұрады, төменгі жағында қай жерлерді таңдауға болатынын. Мысалы, осы жерді таңдайын. Таңдағаннан кейін изменить на доставку на дом дегенді бастаңыздар. Үйге дейін әкеп береді. Егер сіздердің алып жатқан заттарыңыздың суммасы 25 мыңнан асу керек. Осы жерді толығымен толтырып шығасыздар, үйлеріңіздің адресін. Сосын сіздерге үйге дейін алып келіп беретін болады. Және келесі осы жерге Каспийден немесе басқа да картадан төлем жасайтын боласыздар. Осы жерге картаның номерін
және сұрағын соңындағы 3 санды кодты жазып және аты жөніңізді жазып мына жерге толтырып шығасыздар. Соңында заказ беретін боламыз. Жеткізу уақыты 10-20 күн аралығы болуы мүмкін. Сонымен қатар тапсырысты аптаның басында жасаған дұрыс, және де әр тапсырыстан кейін промокод өзгеруі мүмкін. Сонымен қатар осы промокод енгізетін жерге промокодты дұрыстап мұқият болып енгізу қажет болады. Және мекен-жайды дұрыстап енгізу керек болады. Мекен-жайды дұрыс енгізбегенде басқа адресқа кетіп қалуы әбден мүмкін. Достар, сонымен қатар осы видеоға лайк басып, комментарийға промокод деп жазсаңыздар, менің промокодым арқылы 15% жеңілдік аласыздар. Сонымен қатар тағы қандай өнімдерге шолу жасайын, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Егер каналым сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және келесі видеода ең пайдалы өнімдер тізімін көрсететін боламын. Сәлем достар, бүгін менің каналымнан интернет-магазин Wildberries-тан заказ беріп үйренетін боламыз. Ең алдымен Google Play-дан немесе App Store-дан Wildberries-ті жүктеп аламыз. Жүктеген соң ішіне кіреміз. Кіргеннен кейін мына жерде өзіңіздің еліңізді таңдайсыз. Мысалы Қазақстан. Сізде осындай бет ашылады. Өтеміз осылай. Келесі таңдаймыз, мына жерден қалаңызды таңдайсыз. Сіз қай қаладансыз, сол қаланы мына жерден таңдап аламыз. Мысалға мен Тараз деп таңдаймын. Қазір ашылады. Сізге осы жерден жақын адресті таңдайтын боласыз. Сохранить етеміз. Бізде осындай бет ашылады. Бет ашылғаннан кейін біз Wildberries-қа тіркелеміз. Тіркелу үшін мына жердегі кнопканы басамыз. Сосын осыны басамыз. Тіркелеміз. Мына жерге номерлеріңізді жазасыздар. Қолданыста жүрген номерлеріңізді. Осы жерді толтырып алатын боламыз. Мына жерге код келеді, сол кодты енгізетін боламыз. Сіз осылай сәтті тіркелген боласыз. Енді біз қалаған затымызды заказ беріп үйренетін боламыз. Ол үшін алғыңыз келетін затқа кіресіз. Мысалға мен мына масканы алғым келеді. Осыған кіреміз. Кіргеннен кейін картинкаға саламыз, немесе сразу сатып алуға болады осы жерден. Осыны басамыз. Басқаннан кейін сізде как оплатить заказ деп тұрады. Сразу или при получении деген бар. Осы екеуін таңдайсыз. Мен мысалға осыны таңдаймын. Сосын заказать етеміз. Болды, осымен сізде заказ